Қайырлы күн, саламатсыз ба? Есімім Руслан. Мен сізге MetaMask кошелекке қалай кіру керек, яғни ашылған кошелекке, соны көрсетемін. Егер сіз басқа біреудің телефонымен өзіңіздің кошелегіңізге кіргіңіз келсе, немесе сіз телефоныңызды ауыстырып жатсаңыз новый телефонға, сол кезде осындай MetaMask кошелекке кіру үшін сіз алдымен сол телефонға осы MetaMask'ты жүктеп алу керексіз. Play Market'тен немесе App Store'дан. Әрі қарай өзіңіздің 12 фразаңды копировать етіп алу керексіз. Енді көрсетемін қалай кіру керегін. Міне мына жерде көрсеңіз, сіз кошелек ашқан кезде осындай 12 фразаңыз болады. Осындай 12 фраза. Соны копировать етіп алу керексіз. Сосын пароліңді копировать етіп алу керексіз. Және мына 12 фразаны ешкімге көрсетпеу керексіз. Ешкім білмеу керек. Мен сізге специально көрсетіп отырмын. Үйрету үшін. Осы 12 фразаны копировать етіп аласыз. Үстін басып тұрып, не былай. Жоғарысында копировать етіп тұрады, соны басып копировать етесіз. Мен копировать етіп қойдым. Содан кейін барып, кошелекке кіресіз. Қазір кіремін кошелекке. Міне, 12 фразаны копировать етіп алғаннан кейін кошелекке кіресіз. MetaMask'ның үстін басасыз. Ашылады. Күтесіз. Міне, осылай ашылады. Көрсеңіз. Төменде начало работать деп тұрады. Работай. Соны басасыз. Сосын төменде міне импортировать помощь дегенді басасыз. Өйткені сізде ашылған кошелек қой. Ал егер новыйдан кошелек ашатын болса, ол кезде создать новый кошелек дегенді басасыз. Ал сіз ашылған кошелегіңізге кірейін деп отырсыз. Соны көрсетеді. Импортировать дегеннің жазудың үстін басасыз үстіндегі. Міне. Жоғары көтерілесіз. Жоғары көтерген кезде төменде тұрады мына жазу, көк жазу. Агре деймін, соны басасыз, темный. Сосын мына жерге 12 фразаңызды ставить етіп қою керексіз. Немесе жазып алған болсаңыз, бір жерге жазу керексіз, қатесіз. Копировать етіп қоясыз міне. Сосын мына жерге пароліңізді қоясыз. Пароліңіз қандай? Пароліңізді жазасыз. Сол парольді қайттан мына жерге ставить етіп қою керексіз. Міне парольді қоям. Яғни кошелек ашып отқан кезде, негізінде пароліңізді надежный болған дұрыс. Хороший емес, надежный болу керек. Мына показать дегенді бассаңыз, пароліңді көрсетеді. Показатты бастаңыз, 12 фразаңызды көрсетеді. Осының бәрін қойып алғаннан кейін, әрі қарай енді кошелекке кіру үшін не істейсіз? Импорт дегенді басасыз. Міне. Міне мен басып қалдым. Кошелек осылай ашылады. Ашылған бойда осындай шығады. Міне нет спасибо деген жазудың үстін басасыз, төмендегі нет спасибо. Сосын мына жерде осылай шығады, нет спасибо деген жазудың үстін басасыз. Міне кошелекке осылай кіресіз. Міне кошелек, мына кошелек главный бет. Мына адрес, міне кошелек, мына браузер. Мына жерде эфириум тұр, ETH. Енді мына ETH-ның орнына сіз матикті шығарып қою керексіз. Матик деген мына орында матик тұру керек. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін жоғарысында сол жағында 3 сызықшаны басасыз. Настройка дегенді басасыз. Міне настройка. Әрі қарай міне сети дегеннің үстін бір рет басып қаласыз. Әрі қарай міне төменде добавить сет деп тұр. Соның үстін басасыз. Сосын мына жерде Polygon Mining деген жазу тұр, көрдіңіз бе? Добавить Polygon Mining. Осы Polygon Mining-тің үстін бір рет басып қаласыз. Сосын жоғарысын төменде ең астында одобрить деген тұрады жазу. Соны басасыз. Сосын переключиться сет дегеннің үстін басасыз, на сет деген. Міне, көрдіңіз бе? Уже матик главный бетке шықты. Осылай матик шығу керек. Кошелекке осылай кіресіз, ашылған кошелекке, және матикті бетіне осылай шығарасыз. Пайдасын берсін, іске сәт.